Ассалаумағалейкум. Электрон қолтаңба жайлы мүмкін білесіздер. Бұны арнайы іздеп көрсеңіздер болады сайттан электрон қолтаңба дегенне. Жалпы оны қалай алуға тоқталайық біз. Мен электрон қолтаңбаны алатын сілтемені тіке осында тастадым. Өйткені бұл сайтқа кіргеннен кейін сіз қай жерден алады таппауыңыз мүмкін. Және бұл жай сайт емес, бұл Қазақстан Республикасының ұлттық куәландыру орталығы. Осы жерден аласыз. Бір ғана сайттан аласыз. Басқа сайттан алып жүрсеңіз, ол мүмкін өтірік. Өте сенімді. Бұны смартфонмен алуға келмейді. Өйткені мәлім бір қауіпсіздік деңгейдегі программаны орнату арқылы бұл сайттан алуға болады. Clear деген программаны орнатасыздар. Мына жерде ескерту шығып тұр маған. Мен смартфонда ашып отырмын. Бұны ноутбукта, компьютерде істесеңіздер болады. Оны орнатқаннан кейін осы сайтты ашып, тиісті тоштыруға тиісті кәтекшелерді тоштырасыз. Мына жердегі нөмірді жазасыз. 55 257. Бұл сізде басқалай шығады, соны тоштырасыз. Мына жерге өзіңіздің жекелік сәйкестендіру нөмір жазасыз. Мына жерге жүрсін жекелік сәйкестендіру нөмірін жазғаннан кейін тексересіз. Мен бір өтірік жекелік сәйкестендіру нөмір тердім. Оны шығарып бермеді. Сондықтан дұрысын жазайын. Мына жерде міне қатысты нелер шығады. Бұл жерге электронды поштаңыз жазсаңыз да жазбасаңыз да болады. Негізі жазған дұрыс. Өзіңіз қайда тұрасыз, сол бойынша тоштыруға болады бұны. Одан кейін кілтті сақтау орны дегенге дербес компьютер дегенді таңдайсыз. Оның ішінде өзіңіз сақтауға тиісті файлды көрсетесіз. Менікі смартфонда істеп отқандықтан оны көрсетіп бермейді, және қауіпсіздік программа орнатылмаған. Бұны компьютер дегені жүзеге асырасыз. Бұл тоштырып болғаннан кейін видео форматта сізге бір файл келіп түседі. Ол файлды принтерден шығарып алыңыз қағаз күйінде. Сосын соңға барасыз. Яғни халыққа қызмет көрсету орталығына. Барғаннан кейін өтінішіңізді көрсетіңіз, электрондық қолтаңба алайын деп, кілтін алам деп айтсаңыз болды. Кілтті ол жерде сіздің жекелік куәлікке береді, жасап береді. Жекелік куәлігіңізді қайта көтеріп апарып, сол жердегі электрондық қолтаңба алып беретін қызметкерге бересіз. Сізде флеш карта, я болмаса дискі сол сияқтарға көшіріп алуға болады. Оған көп шығындаудың қажет жоқ. Бұл өте жеңіл файл. Ұзаса 4-5 MB көлемінде тұрады. Оған шығындалып 3000 теңге, 4000 теңгеге арнайы бір бармақ дискілерді алудың қажет жоқ. Смартфонның өзіне де көшіріп алуға болады. Смартфоныңыз флеш карта танитын болса, сонымен көшіріп алуға болады. Ол флеш картаның қандай екенін қазір мен көрсете кетемін. Ол цифрлық қолтаңбаны алғаннан кейін паролын сұрап алыңыз. 1 жылға дейін жарамды. Алғаннан соң телефоныңызға Мегоп деген түсіріп алсаңыз болды программаны. Плаймерктен түсіресіз. Androidтар үшін, iOS-тар үшін қолжетімді. Түсіріп алғаннан кейін бұда 3 түрлі кіру бар. Дағдылы кіру, ESH бойынша кіру, 1 реттік парол дейді. Бұл жанында тұрған 2 кірудің көп пайдасы жоқ. Тек қана қызметтер шолып шығуға болады. Онлайн қызметтер ала алмайсыз. Сондықтан міндетті түрде цифрлық қолтаңбаңыз болу керек. Мына жерде мен цифрлық қолтаңбамды көрсетіп тұр. Бұны мен кіргізгем. Енді цифрлық қолтаңба 2019 жылы алынған. Біріншісі парол, екіншісі цифрлық қолтаңба. Бұл паролды білгенмен де сізге пайдасы жоқ. Өйткені ол арнайы құжаттың көмегімен іске асады, және паролды мен өзгертіп салуыма да болады.
паролды теріп кіріп көрейік. Бұл электронды қолтаңбаның пайдалы жері, сіз 61-ге жуық онлайн қызметті ала аласыз. Электронды үкіметтен ала аласыз. Мына жерге 61-ге жуық. Бала бақша, кезекке тұру, жеке кәсіпкер мәртебесін тексеру, бала тууға және бала 1 жасқа толғанға дейін оны күтуге жәрдемақы тағайындау. Бұлардың бәрін алуға болады. Дәрігердің қабылдауына жазылу. 61-ге жуық қызметтердің ішінен қалайда сізге керекті қызметтер табылады. Мұны үйреніп алғандарыңыз дұрыс. Егер түсінбесеңіз, осы видеоның астына пікір жазыңыздар, және мен жекелігіме хабарласуларыңызға болады. WhatsApp-тан тіке байланыс сілтемесін тастаймын. Электронды қолтаңбаңыз болса, сіз халыққа қызмет көрсету орталығына қайта сабылмайсыз. Уақыт үнемдейсіз. Мекен-жай анықтама бірдеңелердің бәрін осыдан алуға болады. Бұл өте қажетті түйткіл. Егер сіз Қазақстан Республикасында өмір сүрсеңіз, бұны біліп алсаңыз, өзіңізге үлкен пайда. Болашақта бұл жерге көптеген қызметтер онлайн алуға қосылуы мүмкін. Бұның енді кейбір қиын жағдайларда бар. О жағын тағы бір арнайы видео етіп түсіремін. Сау болыңыздар, сіздермен болған Талғамсыз каналы. Тағы да қандай көмек керексіздер, осы видеоның астына жазсаңыздар, мен ол видеоны түсіруге жұмыс жасаймын.